Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алла разы болсын. Жарыңызбен татуласу үшін Алланың Әл-Ғафур, Әл-Уәдуд деген көркем есімдерімен еске алып, қасиетті аяттарымен дұға тілеңіз. Дұғаға ниет етерде: Аллахым, ұрыс пен ренішті ұнатпайсың, маған ренжіген осы құлыңмен татуласуға ниет етіп, еске алып отырмын. Дұғамды қабыл ет. Әумин. Зікірден соң осы аятты оқыңыз. Мағынасы: Алланың үкімдерін басшылыққа алыңдар. Алла сендермен жауласқан дұшпандарының арасында өзара сүйіспеншілік, достық орнатар. Өйткені Алланың барлық нәрсеге құдіреті жетеді. Алла ғафур, құлдарының күнәлары қанша жерден үлкен болса да, тәубе еткендері үшін өте кешірімді әрі рахим, әсіресе тәубесін қабыл алғандарды қолдайды.